Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен сүйел папиллома вирусы туралы әңгіме қыламыз. Бұл сүйел папиллома вирусы қайдан келеді? Бұл негізі әсіресе сүлгіден, еденнен, бір-бірін гигиена сақтамаудан негізі бар ғой. Аяқ киімін кигенде, бір-бірінің киімін кигенде содан пайда болады. Көбінесе тері жарақаттарынан, көбінесе байқасаңыздар қолға, аяққа шығып жатады, иә? Көбінесе аяқ терлегенде, қол терлегенде солардан кеп шығады. Бұл аяқ қол терлеу неден кеп шығады? Бұл иммунитет аздықтан кеп шығады. Иммунитет аздықтан, қараңыздар, иммунитет аз болғаннан кейін осындай папиллома сүйелдер келіп шығады екен. Енді бұл сүйелдің осы папиллома вирустарының түрлері көп. Жіп тәрізді болады, кейін гүл тәрізділері болады, кейін көзге шығатын жіп тәрізділері болады. Кейін енді бар ғой, бұларды көбінесе әсіресе бұлайынша үйдің жағдайында көбірек су ішсеңіз де кетіп қалуы мүмкін. Көбінесе бұнда организмде құрғақшылық болғаннан кейін осындай папиллома сүйелдері келіп шығады. Бұның түрлері көп. Жыныс жолдарының папилломалары дейді, көздің папилломалары дейді, жиі бетке, мойынға, кейбіреулерді аталарымызды, апаларымызды қарасаңыздар, әсіресе апаларымызда, көздің мына жерлерінде папилломалар болады. Қал сияқты да ше, бүйтіп как будто бір жерінде көздің алдында бірдеңке тұрғандай бүйтіп неғып тұрады да, бірақ ол ештеңке емес, ешқандай мұсыр не емес та, ол папиллома вирусы деп айтылады. Бұл да негізі папиллома вирусы екен деп жүре бермеу керек, обязательно дәрігерге көріну керек. Бұл да мен айттым папилломалардың түрін. Жыныс жолдарына шығатын папилломалар, көзге шығатын папилломалар, аяқ-қолға шығатын папилломалар, әсіресе емізікті кезде, жүкті кезінде гормондар ауысқаннан кейін де шығатын сондай сүйел папилломалары болады. Әдетте олар ешқандай ауырмайды негізі. Негізі біреулерді ауырайды. Ауырсынса обязательно дәрігерге жүгіну керек. Онкологқа бір барып тексеріліп қою керек. Көбінесе бұл, білесіздер ме, балдарда, әсіресе уже мектепке баратын кезде пайда болады, қолдарын әсіресе мынандай жерлерінде пайда болып, мынандай мойындарында пайда болып жатады. Мен өзім босанғаннан кейін кәдімгі көкірегімнің астына папиллома сондай не түсті. Соны қалай үй жағдайында, қалай кеткізгенімді мен сіздерге көрсетіп өтемін. Енді обязательно кухняға барып оны жөндеп көрсетемін. Кейін тағы да бір айтатын жайт, бұл обязательно көбірек су ішу керек. Иммунитет төмен түсіп кетсе, ол кетпейді ол. Иммунитет төмен түсіп кетсе, кетпейді. Обязательно иммунитетті көтеру керек. Барлық нәрсе қарап отырсаңыздар, иммунитетке байланысты болып жатыр, Енді соны үй жағдайында қараймыз. Оны обязательно қараңыздар. Неғып отырмаңыздар, өздеріңізше білесіздер ғой, неде аптекада чистотел сатады. Обязательно оған врачтың қаралуымен дерматологқа барыңыздар. Бір жерлерде лазермен алатындарға, может, сондайларға өзі дерматологқа барсаңыздар, өздері айтады, лазермен алуға болады, или мынандай жолмен, или операция жолымен алуға болады деп өздері айтады. Біреулер кәдімгі, мен өзім көргенмін, сүйелімді сөйтіп папиллома сөйтіп алдырдым дейді, алдыруға кетіп жатырмын деп. Мен сол кезде бір кісіге айтқам, алдырмаңыз, қойыңыз деп. Сөйтсе ананы алдырған, уже вирустық папиллома болған ғой, антивирустық дейді. Антивирустық уже кәдімгідей қанға өтіп кетсе, ол жаман. Сол, енді жүріңіздер, кухняға өтейік, мен сіздерге көрсетейін, көп сөйлеп кеттім. Так, міне кухняға келдік. Сіздерге айтқанымдай, біздерге ватный диск керек болады, айтқанымдай йод керек болады, сосын чеснок, бір бас чеснок керек болады. Қараңыздар, мұқият қараңыздар. Сосын мына бинт керек болады, стерильный бинт.
мына пластир. Енді қараңыздар қалай алатынымызды. Дайындап қойған. Аламыз чесногымызды. Біздегі жаңа чеснок екен. Енді қараңыздар қалай не аламыз. Сосын тура осылай езіп алдық. Жақсылап езілу керек. Бұның суы шығу керек. Бізге бұның суы керек. Енді қараңыздар. Мұнан қыссақ суы шығады. Бұны дайындап қойдым тампон қылып әдейі. Енді йодты ашамыз. Йодты ашамыз. Сосын мен сіздерге баланың қолындағы сүйелді көрсетемін. Міне, қандай, қараңыздар, көріп алыңыздар. Міне, тура осы сүйел. Міне. Бір аптаның ішінде мына сүйел жоқ болады, Құдай қаласа. Қараңыздар. Жақсылап мұқият болып қараңыздар. Енді келе ғой. Міне, тура осылай. Қараңыздар, мына суы шығып жатыр, Міне, қандай су болды. Тура осын үйкейміз. Мұны істегенім қазір бар ғой, бір 3-4 сүйелге папилломаға жетеді мынау. Негізі әйелдерде де еркектерде де жыныс мүшелері жағында болады негізі. Әурет жақтарында болады. Негізі осындай жеткізу керек. Ол тұрса, негізі сол жыныс мүшелерінде болғаннан кейін ол ауырсынады. Көздің ішінде болса болмайды, көздің жан жағында болса болады. Қараңыз, қандай суы төгілді, Міне, байқабастар ма? Жылтырап тұр. Ешқандай чеснок, ұны түскен жоқ. Көрдіңіздер, Енді қараңыздар. Мұқият қараңыздар. Міне, йод. Чесноктың үстінен, міне, қараңыз. Йодты не алдым? Қараңыз енді. Тура осылай. Тура осылай. Мен сіздерге әлі кері байланысқа шығамын әлі. Маған неге жазыңыздар. Комментарийға жазыңыздар, не болды деп. Сүйелге бұл сіздерге айтқанымдай көбірек су ішу керек. Иммунитет төмен болғаннан шығады дедім, Міне, қараңыз. Осындай мен кешкі уақыт істеп жатырмын. Міне. Енді бұны ертең кешке шешеміз. Тура осындай, қараңыз. Ешқандай да міне өзімде бүйтіп неғып көремін, чесногі сасып жатқан жоқ. Йод екеуі араласқаннан кейін йод ешқандай да бұның чесноктың иісін шығармайды. Міне, көріп жатсыздар ғой, Ертең сіздерге, Құдай қаласа, осы бір аптаның ішінде кетеді, кері байланысқа шығамын. Маған тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, достар. Және сіздерді не мазалап жатыр, не аурулар туралы айтайын, маған жазып кетіңіздер. Сау болыңыздар.